Сәлем достар, бүгін мен сіздермен бірге 100% шығатын мінсіз безелердің жасалу жолымен бөліскім келіп отыр. Торттарды әсемдеуде пайдаланатын, формасын жақсы ұстап тұратын, түсін өзгертпейтін безе жасайтын боламыз. Бұған дейін әртүрлі жолдармен жасап көрген болатын, бірақ дәл осы тәсілмен менің безелерім жарылмайды. Жұмысты бастамастан алдын керекті заттардың барлығын алдын ала дайындап қойған дұрыс, өйткені қолымыз тимейтін болады. Безенің рецептісі қанша грамм ақуыз алсаңыздар да оған 2 есе көп қант қосасыздар. Мен бұл жерде 130 грамм ақуыз пайдаланған, бірде-бір тамшы сарыуыз тиіп кетпеу қажет. Оған 260 грамм қант қосамын. Бұл қанттың ішінде ванильді сахар бірге есептелген. Және кішкентай қасықтың ұшымен лимонная кислота. Пайдаланатын ыдыстарымыздың барлығы судан, майдан тазартылған құрғақ болуы қажет. Мен міндетті түрде венчиктерді және ақуыз тиетін барлық ыдыстарды ватный дискпенен, спиртпенен обработка жасап аламын. Сол кезде менің ақуыздарым жақсы көтеріледі. Видеода ақуыз тұрған ыдысты мен жұмыртқаны ысытуға ғана пайдаланамын. Бұндай ыдыста мен миксерлемеймін, өйткені жалпақ ыдыста миксерлеу үшін көп уақыт кетеді. Ысытып болғаннан кейін шұңғыл ыдысқа ауыстырамын. Неге десеңіздер, жалпақ ыдысқа қарағанда шұңғыл ыдыстың ішіндегі ақуызға миксердің венчиктері жақсы батады. Сәйкесінше жұмыртқа ондай ыдыстың ішінде жақсырақ көбіреді. Және де бізге безе дайындау үшін бірнеше насадкалар қажет болады. Мен насадкаларымды көрсетейін. Осы насадкаларды мен безе дайындауға жиі пайдаланамын. Және де таяқшалар. Таяқшалардың да түрлері көп. Таяқшаның орнына желінетін трубочкалар пайдалансаңыздар да болады. Кондитерлік қаппенен красительдер қажет. Енді беземізді дайындауға кірісейік, ол үшін бізге ақуызымызға қантымызды қосамыз. Қанттың ішінде ванильді сахар бірге қосылып өлшенген. Және де кішкентай қасықтың ұшымен лимонная кислота қосамыз. Енді бұның барлығын водяной баняға қою қажет. Ыдыстың түбі суға тимеу қажет. Қасынан кетпей үнемі араластырып тұрыңыздар. Егер де түбі тиетін болса, жұмыртқаларыңыз пісіп қалады. Дайын болған білу үшін 2 саусағымызды батырып бір-біріне үйіп көреміз. Егер қанттың түйіршіктері қолға сезілмесе, дайын деген сөз. Егер сезілсе, тағы біраз ұстаңыздар. Сенбесеңіздер, градусникқа салып 60 градусқа дейін ұстасаңыздар жеткілікті. Максимум 60 градус, 50 градуста жеткілікті болуы мүмкін. Менің ақуызым дайын, енді ыдысымды ауыстырып жатырмын. Ауыстырып жатқан кезде жалпақ ыдыстың түбіндегі пардан шыққан будың суы ақуызымызға тимеу қажет. Енді ақуыздың астындағы ыдыстың ішінде қайнаған ыстық су бар, үстінде миксерлейтін боламыз біраз үлкейіп көпіргенше. Өйткені ақуыз жылылықты жақсы көреді. Водяной банядан кейін суып қалмас үшін біраз уақыт осындай ыстық судың үстінде ұстайтын боламыз. Біртіндеп миксердің қуатын көбейте беремін. Бұл өте пайдалы лайфхак, өйткені кәдімгі қол миксердің өзімен жақсы результатқа жетуге болады. Уақыт өте келе бұндай ыдыстың ішінде сырылып іздер қалып қояды. Сол іздердің ішінде майдың қалдықтары тұрып қалады. Егер де ақуызыңыз жақсы көтерілмей жүрген болса, онда ыдысыңызды ауыстырып көріңіз. Ақуыздың жақсы көпірмеуінің тағы да бір себебі ыдыстың темір болуы. Ысытылған жұмыртқа темір ыдыстың ішінде жылылығын тез жоғалтып алады. Сондықтан темір ыдыспенен ұзақ миксерлеу қажет болады. Ал ұзақ миксерлеуге кез келген адамның шыдамы жете бермейді. Ең дұрысы жаңа пластикалық ыдыс немесе шыны ыдыс. Көріп тұрғандарыңыздай мен будың үстінде 3 минутта миксерледім. Кейін астындағы ыстық суды алып тастап, тағы да 3 минутта миксерледім. Сонда жалпы саны 6 минуттың ішінде менде осындай безе шықты. Енді бояуға келетін болсақ, кез келген сухой немесе гелевый водорастворимый краситель пайдаланамыз. Мен Топ Декор фирмасының красительдерін пайдаланамын. Ашық түс қажет болса, зубочистканың ұшымен ғана бояуды қосып араластырып көрген дұрыс. Красительді араластыру үшін кәдімгі тамақты араластырып жатқандай әдісті пайдаланатын болсаңыздар, краситель қасықтың ішкі жағына тұрып қалады да беземен жақсы араласпай қалады. Сол үшін қасықтың артқы жағымен видеода көрсетілгендей араластырған жөн болады. Безені алғаш рет дайындап жатқан болсаңыз, жұмыртқаны ысытпастан алдын қаптарыңызға насадкаларыңызды салып дайындап қойған дұрыс. Өйткені дайын масса сіз дайындап жүрген кезде ұзақ тұрып қалса, беті корочка сияқты болып қата бастайды. Кейін оны араластырғаннан кейін арасында құм сияқты болып жүреді. Бірақ ол дәміне ешқандай әсерін тигізбейді. Пергамент қимылдамай тұру үшін астына кішкене безеден жағып жібереміз. Мен бұл видеода ең арзан кәдімгі қарапайым пергамент пайдаланған болатын. Егер сіздерде бар болса, Поклан деген пергамент пайдалансаңыздар болады, соған ешқандай да жабыспайды.
дайын өнімді алған кезде таяғы бөлек үзіліп кетпес үшін бірінші безені жағып, оның үстіне таяқты орналастырамыз. Ары қарай алдын көрсеткен насадкалардың көмегімен өрме формасын саламыз. Ара қашықтықты ұстап, қасынан тағы да бір палочка бекітеміз. Арасы тым жақын болып кетсе, жақсы кеппей қалуы мүмкін. Менің тәжірибемде безелар көбінесе духовканың есігін кеппей жатып ашқан кезде жарылып кететін. Сол себепті қазір безенің есігін 1,5 сағат болмай ашпаймын. Мен духовкамда асты-үстін қосып 80-90 градусқа қойып кептіремін. 80 градуста үлкендері 3 сағаттай кебеді, кішкентайлары 1,5-2 сағат кебеді. Енді жаңағы 3 түсімізді қосып, түрлі түсті безе дайындайтын боламыз. Мен үйге балаларға істеп жатқандықтан, мына фиолетовый түстің барлығын қоса салдым. Сары түспенен жасыл түс кішкене аз болып қалды. 3 түстің көлемі бірдей болса, әдемі болып шығады. Және салфан мешоктың орнына пищевая пленка пайдаланған дұрыс. Барлығын салып болғаннан кейін орап, артық пакеттерді кесіп алып тастаймыз да, ішіндегі ауасын осылай шығарып тастаймыз. Мешокқа киілетін жағын орап, артық пакетін алып тастаймын. Енді түрлі түсті беземізді мешокқа орналастыру қажет. Ол үшін кескен бетін насадкаға дәлдеп туралаймыз. Мына жерде мен кішкентайларын 2 сағаттан кейін алып тастап, бәрілерін қайтадан духовкаға қояйын деп жатырмын. Мінекей біздің керемет результатымыз толықтай барлығы кепкен, құрғақ, өте дәмді безе. Достар, сіздермен бірге болған Шолпан. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.